Сәлем оқырман. Кеше Арунаны жобадан қуған болатын. Оны қуған редакция ма, әлде жүргізушілер ме? Альмира ханым мен Балаусаның қандай қатысы бар, алда білесіздер. Аруна шындығын айтып ішінен жарылды. Аруна жобадан кеткеннің себебін Балауса ханым айтып кеткен болатын. Көрерменге құрметі жоқ. Қысқа нұсқада сыйластық жоқ, миске ұтылып бара жатқасын қатыспады деді. Ал Аруна болса өзі жобаға келіп айтпаса да. Инстаграм парақшасында өзінің ойларын қалдырған болатын, оқып кетейін. Мен ештеңеге ренжімеймін. Просто сыртта жүріп, подножка берген адамға ренжідім. Бұл әңгімені бір рет емес бірнеше рет естігенмін. Онда бетіме күліп не керегі бар еді. Осымен бітсін, барлығыңызға рахмет, деді Аруна. Оқырмандарынан бірнеше сұрақтарына жауап берді. Мистен не үшін отказ бердіңіз? Ашып айта аласыз ба? Біткен іске сыншы көп демекші. Бұл туралы тіпті ештеңе айтқым келмейді. Қаппайтын ит алыстан үреді болып отырғанша. Аш құлақтан тиіш құлақ болып отырайын. Мүмкін неге келмегеніңді толығымен айтып берерсіз, ато шықпай қала салдыңыз. Бүгінгі сөз Алла білсе болды. Басқасы білмесе де болады. Уже нерв талшықтарым жоқ. Сондықтан жіпке тізіп отқанша. Спокойствиені биік қоятын көзге жеттім. Хайыры дейді ғой, бір есік жабылу керекте шығар, екінші бір есік ашылу үшін. Нұртас осы үшін не деді сізге? Нұртасты еш нәрседен хабарсыз қалдырған емеспін. Ол менің ойым немесе состоянием барлығыр біліп отырады. Осы мисс басталмай тұрып. Аруна Нұртасты осы титул үшін ғана пайдаланады деген алып қашпа әңгіме айтқан өсекшілер бар еді. Бірақ ол менің ісіме или мен оның ісіне араласпайды екенбіз. Бұл ситуация арамызға еш кері әсерін бермеді. Сонда сіз Нұртаспен таныстыққа эфирге барып тұрасыз ба? Бізде барлығы шүкір, кім не деп жамандаса да мен жайлы. Плохо получается у вас деп айтқым келеді сондай адамдарға. Сыртта да өмір бар ғой, біраз дүние орын алып жатыр бізде. Шүкір. Жас аралығы өздеріңізге байқалады ма? Иә, өлең тыңдағанда десем ба? Енді сәл-пәл болып тұрады ондай моменттер. Тик-тактаты приколды айтсан сәл түсінбей. Сондай мәйде шүйделер ғой, так байқалмайды. Сол қыздарға айтарым, не болса да стабильны жұмысы бар жігітпен жүргендерің дұрыс, деді Аруна. Ал сіз қалай ойлайсыз, Арунаны кім шығарды жобадан? Басқада білмейтін сырлар көп секілді. Арунаны жобадан қуып жібергендей болды кеше. Оны қуған кім? Редакция ма, жүргізуші ме, продюсерлер ме? Балауса ханымның қатысы бар ма? Сол баяғы мистің жыры. Сөзге келіспей қалды ма іштерінен, әлде артынан өтірік сөйлеген бе, қалай ойлайсыздар? Арунаның айтатыны көп, енді бар шындығын шырылдап айтты. Көптеген сұрақтарға да жауап берді. Бетіне күліп қарап, артынан өтірік сөйлегені көп болған айтуынша. Мис үшін Нұртаспен жүрдің әдейі дегендер де бар екен. Айнұрда Аруна жайлы бір сөздерін жазып қалдырды. Арунаны шығарып жібергеніңізге ойыңыз деген сұраққа жауабын берді. Мен бұл қызды жақсы көремін. Негізі өнерден қорқып қалатын қыз емес. Өнердің майын ішіп жүрген жан ғой. Биылы би қойылымдардың бәрін қосылайыққа осы қыз қойған. Ол нәрсені жоққа шығаруға болмайды. Тек жана қаламады қатысуға болды. Мен жоба ішінде ғана емес, жалпы аралассам өмірде де араласатындай араласамын. Бірақ жоба үшін ғана араласатын адамдар болады өмірде. Өмірде араласа беремін. Мінезі өзімдікі сияқты, бермесең жолынан, деді Айнұр. Арунадан ашық пікір ести алмадық, жобалап жасырып кеткенін астарлап жазды. Оқып көрейік, негатив жазатын қоғынбайларға не дейсіз? Турасын айтсан туғанына да жақпайтын. Заманда танымас біреуге сын айтуға 5 адамдар жетерлік. Өтірікті шындай, шынды Құдай ұрғандай. Мойнына қиып салып сөзбен табалайтын. Қақиған қақпастар да жетерлік. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Болып отырған. Басындағы ақ орамалын ақтай алмай отырған адамдар да жетерлік. Бір Алла бірін көруші, реттеуші. Еш нәрсені жауапсыз қалдырмаймын деген ғой. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Адам өзінің айнасы ғой. Өзі қандай болса өзгені де солай көреді, деді Аруна.
Сіз қалай ойлайсыз, жобадан қуылды ма, әлде өзі кетті ме? Кеше ғана Арунаны жобадан шығарған болатын. Аруна шындығын айтып ішінен жарылды. Бүгін болса керемет видео жүктеп қойыпты. Нұртас екеуі эфир сыртын жұп болып, тойға дайындалып жүргендей. Керемет сурет фото ұзатуға шақырауынан көрінеді. Өте қуаныштымыз, тез той болсын. Эфирдің сыртында да өмір бар дегендей. Жоба қосты, алдыңғы өмірлерін өздері құрады. Жалпы Аруна жобадан кеткен себебін Балауса ханым айтып кетті. Сыйластық жоқ, миске ұтылып бара жатқасын қатыспады деді. Ал Аруна болса өзі жобаға келіп айтпаса да. Инстаграм парақшасында өзінің ойларын қалдырған болатын. Қысқаша айта кетсек, сыртта жүріп, подножка берген адамға ренжідім деді. Кім екенін айтпады енді. Біткен іске сыншы көп демекші. Бұл туралы тіпті ештеңе айтқым келмейді деді Аруна мисс жайлы. Ал сіз қалай ойлайсыз, Арунаны кім шығарды жобадан? Басқада білмейтін сырлар көп секілді. Оқырманның пікірі өте көп, оқып көрейін. Егер мән берсе Аруна таныстыру өте тамаша өтті. Ол да өмірі өнермен байланысты етіп жатқанын көрсетті. Акеркеге де енер бәйгесінде не көрсетесін деп өлең айтқан үшін төмен бал қоюға болар еді. Ол да ән айтып өнерін көрсеті. Басында Ақеркені дайындап қойған Сержан үшін. Аруна аңғарымпаз қыз, орын үшін емес. Әділетсіздік үшін кетті. Бақытты бол Аруна, Нұртастан айырылма. 10 жас үлкендігі түк емес. Еркек ешқашан ерте қартаймайды. Қосылайық жобасы, мисс атағын алатын жоба емес, махаббат алаңы емес пе? Басты мақсаты екі жасты табыстырып қосып, бір бүтін қылатын жоба ғой. Бүкіл Қосылайықтың ұжымы кішкентай қыз Аруна шындықты айтып, шырылдаған үшін жобадан шығарып тастадыңдар. Бұл әділетсіздік, жоба шартын бұзған жоқ. Сіздер кінәні өздеріңізден іздеңдер, қайта осы әділетсіздік үшін сіздерді шығару керек. Осы Қосылайық жобасы биыл қызықсыз. Сырттан келіп жатқан үміткерлер аз. Келсе де оларға деген сыйластық жоқ, бір-екі кездесуден кейін таныстықтары тоқтап қалады. Қатысушылар өзара бір-біріне ғашық болып сөз салып жатады. Диана ханым жүргізуші болған кезде бұндай таныстыққа жол бермеген. Әрине бір-екі адамға рұқсат беретін, ал бұлай сырттан көп үміткерлер келетін. Қазіргі кезде бір-бірімен танысып, ұрсысып қырылып жатады. Қысқасы Қосылайық жобасы, мисс Қосылайық жобасы болып кетті дейді оқырмандар.